Міне 2022 жылда аяқталып қалды. Бұл дегеніміз осы жылды қорытындылай отыра 2022 жылдың үздік ютуберлерін анықтаймыз деген сөз. Әрине бұл топта кейбір сені ұнататын ютуберлер жоқ болуы мүмкін. Себебі осы видеода көрермендеріне қатты ұнаған және көп подписчик жинаған ютуберлерді айтамын. Сол үшін де видеоны соңына дейін қара және лайк басып арнаға тіркеліп кет. Ал сендермен топ таймс арнасы видеоны бастаймыз. 8-ші орын Казвойс. Менің ойымша осы жылы үздік ютуберлер тізіміне ең лайықты адам деп санауға болады. Себебі оның видеоларында озвучка, монтаж, сценарий, идея өте жоғарғы деңгейде. Арасында өзінің әзілдерін қосу арқылы көрерменнің ішін пыстырмайды. Қазір каналда 153 мың подписчик бар. Видеолары 2022 жылдың соңына қарай жақсы қаралымда жинап, статистикасы біраз көтерілді. Менің ойымша осындай қарқынмен арнасы тез дамуы мүмкін. Сол үшін Казвойсқа сәттілік тілейміз. 7-ші орын Шакамуру. Әртүрлі қызықты деректермен бөлісу арқылы осы жылы 150 мыңға жуық подписчик жинаған. Оның видеолары сапалы дыбыспен, көзге ұнамды монтаж, превьюлары видеоны одан әрі қызықты етеді. Бұнымен қоса мәліметтерді түсінікті етіп жеткізеді. Осы үшін де видеолары жақсы просмотрлар жинайды. Енді каналдың авторы туралы қысқаша айтып кетейін. Мадияр Амирханов оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында дүниеге келген. ютубтан бөлек видеомонтаж, видеосъемка, қысқасы өзінің жеке студиясы бар. Осы жылы күміс кнопкаға ие болды. Әрі қарай ақпараттар таба алмадым. Сол үшін келесі ютуберге көшейік. 6-ші орын Sega KZ. Осы жылы ютубта өте көп просмотрлар жинап, летсплей контенті арасында жақсы көзге түскен ютубер. GTA 5 ойыннан әртүрлі оқиғалар құрастырып, мультсериалдар жасауда. Каналды көбіне кішкентай балалар қарайды. Sega KZ арнасының авторы туралы ешқандай информация таба алмадым. Сол үшін каналы туралы айтайық. Қазір арнасында 360 мыңнан көп подписчик бар екен және әрбір видеолар 100 мыңнан көп просмотрлар жинап қарқынды даму үстінде. 5-ші орын Нурик Порик арнасы. Жалпы каналы кино, мультфильмдерді қысқаша түсіндіріп береді. Бұндай контентті қазақ тілді ютубына әкелді деп айтсам да болады. Қазір айтулар мүмкін одан бұрын Ерасыл Тюб немесе Казвойс бастады деп. Бірақ Ерасыл Тюб тек қорқынышты фильмдерге жасады, ал Казвойс осы жыл ғана бастады. Енді Нурик Порикке оралсақ, оның видеолары жылдың ортасына қарай өте көп просмотрлар жинап, бір жылдың ішінде 230 мың подписчикке жетуіне әкелді. Енді келесі ютуберге көшейік. 4-ші орын Нұрлан Қаламов. ютубта баяғыдан келе жатырған ютубер. Ол алғашында орысша канал ашып 100 мыңнан аса көп подписчик жинаған еді. Алайда белгісіз себептермен каналын тастап қазақша арна ашады. Жалпы Нұрлан 2020 жылға қарай әртүрлі форматтағы видеолар түсіріп жүрді. Бірақ активі әр видео сайын түсіп ютубты тастап кетеді. Кейіннен бар күш-жігерін жинап ютубқа қайта оралады. Солай күніне 2-3 видеодан салып 2 жылдың ішінде 400 мыңнан көп подписчик жинап алды. Қазір Нұрлан видеоларын барынша сапалы, қызықты етуде және летсплейден бөлек реакция, дәмсізгіштер, влог салып тұрады. Қазір 500 мыңға жетуге аз қалыпты. Видеоларын жиі салып тұрады, сол үшін кейбір ютуберлерден подписчик бойынша озып кетуі мүмкін. 3-ші орын Бақытжан. Осы жылы ютубта өте жақсы дамыды. Әскерден келе сала ютубта қолға алып, бір жылдың ішінде 200 мыңнан аса подписчик жинаған. Жалпы Бақытжан көрермендерді қызықтыра алады, яғни әртүрлі сәттерді қорқынышты ету арқылы жақсы просмотрлар жинайды. Арасында тым артық ойнатып жіберетіні бар, сонда да көрермендеріне ұнаса болды. Бақытжан үшін 2022 жыл өте табысты болды десек те болады. Енді осы жылы бұдан да үлкен белеске жетеді деген үміттеміз. 2-ші орын Нұр Channel. Бүгінгі топтағы подписчигі жоғары ютубер. Қазір каналында 1 940 000 жазылушысы бар екен. Яғни 2 миллионға аз қалыпты. 2022 жыл трендтер қатарынан жиі көрдік және барынша тырысып еңбек еткенін байқауға болады. Бірақ та жылдың аяғына қарай активі бәсеңдеп қалды. 2023 жылы одан да жақсы жетістіктерді тілей отыра келесі ютуберге жылжиық. 1-ші орын Мистер Прикольчик. Бұл сөзмен көбі келісетін болар. Өйткені өзінің қызықты контентпен көрермендеріне ұнады. Оның әр видеосы YouTube трендте алдыңғы қатарларда тұратын. Алғашында скетч бағытында түсіріп жүрген Нұрболат 2021 жылы каналына ерекше форматты енгізді. Әрине Мистер Прикольчиктен бұрын Темірлан Болат пен Аян Кожанов бастаған еді. Бірақ канал белгісіз себептермен жабылды. Жақсы, бұл бөлек әңгіме. Енді Нұрболатқа оралсақ, қазір каналында 325 мың подписчик жиналыпты. Жалпы осы жылы Нұрболат 95 мың подписчик жинаған. Әрбір видеосы мықты монтаж, идеямен жасайды. Бұдан бөлек ол басқа да ютуберлердің видеосына түсіп ютубта жиі көрінетін болған. Бұйыртса осы жылы 500 мың подписчик жинауы әбден мүмкін. Себебі каналының статистикасы өте жақсы нәтижеде. Ал біз Нұрболатқа сәттілік тілеу арқылы видеомызды аяқтаймыз. Егер видеоны арнаға тіркеліп комментарияға өз пікіріңді жаза кетіңдер. Сендермен болған топ таймс арнасы келесі кездескенше.